Ақылдыдан сұрама, білетіннен сұра. Ең қиын жолды таңдаңыз, сонда бәсекелестерді көрмейсіз. Жақсы әйел, теңі жоқ жолдас, түбі жоқ сырлас. Адамның ең үлкен қателігі алдағы өмірінің ұзақ болуына сенуі. Қымбат сөзіңді арзан адамға айтып әуреленбе. Өмірде ең бастысы отбасы. Мансап сені үйде күтіп отырмайды. Ақша көз жасыңды сүртпейді. Атақтан түнде құшағына қыспайды. Жақсы жанұяда жазалау деген атымен болмайды. Ал бұл жанұя тәрбиесінің ең дұрыс жолы. Саған шынымен ең жақын адам, ол сенің өткен өміріңді білетін, болашағыңа сенетін, қазіргі жағдайың қандай болса да, дәл солай қабылдайтын адам. Балаң ақылды әрі есті болсын десең, дені сау, мықты етіп өсір. Ол жұмыс істесін, әрекеттенсін, жүгірсін, айқайласын, тынымсыз қимыл үстінде болсын. Егер сіз адамды білгіңіз келсе, ол туралы басқалардың айтқанына емес, оның басқалар туралы айтқанына құлақ асыңыз. Өтірік айтуға үйір болу нашақорлық секілді. Адамның түбіне сол өзінің өтірігі жетеді. Жақсылыққа жауапты тез қайтар, ал жамандықтың жауабын кейінге қалдыр. Дұшпаның құлағанда қуанба, бірақ қолтығынан демеме. Құдай адамға көп тыңдасын деп екі құлақ, аз сөйлесін деп бір ауыз берді. Егер ақмаққа ақыл үйретіп отырған данагөйді көрсең, екі ақмақ көрдім деп есептей бер. Бір қарыз екі адамды ұйықтатпайды. Егер мәселені ақшамен шешсеңіз, ол мәселе емес, ол шығын. Барлық адам ақшаның жоқтығына шағымданады, ал ақылдың аздығы туралы сөз қозғамайды. Біреудің қайғысында бәрі ақылды. Уәде мен сөз көбейген кезде шындық жоғалады. Қожасы көп үйдің қонағы аш қалады. Қонақ пен балықтың 3 күннен кейін иісі шыға бастайды. Әрбір жаңа түскен келінде иненің бір сипаты бар. Шашыңызға ақ түссе, даналықтың емес, қартайғаныңыздың белгісі. Алтын отпен, әйел алтынмен, еркек әйелмен сыналады. Секенің алдыңғы жағынан, аттың артқы жағынан, ақымақтың жан жағынан қорқу